Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы энергия түрлері және көздері. Энергия қандай да бір энергияның көзінен пайда болады. Табиғаттың әртүрлі энергия көздері бар. Олар күн, жел, мұнай, жанғыш тақтастар, газ, жердің ішкі жылу, ядролық отын, тағы да басқалар. Жердегі барлық тіршілік формалары үшін басты энергия көзі ол күн. Жер күн энергиясынан көп мөлшерін қабылдайды. Заманауи техника ғалымдарға күн энергиясын пайдаланудың жаңа әдістерін жасауға мүмкіндік береді. Дүние жүзіндегі аса ірі күн электростанциясы Калифорния шөлінде салынған. Ол 2000 үйдің энергия қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді. Айна күн сәулесін шағылдырып, ішіндегі суы бар орталық бойлерге бағыттайды. Ондағы су қайнап, буға айналады. Ол электр генератормен байланысты турбинаны айналдырады. Осылайша күн энергиясы электр энергиясына айналады. Атом энергиясы материяның ең кішкентай бөлшектері. Атомдардың ыдырау кезінде бөлінетін жылулық энергиясы. Атом электростанциясында атом энергиясын алу үшін негізгі отын жер қыртындағысы уран элемент болып табылады. Көптеген адамдар атом энергиясын болашақ энергия деп атайды. Бірақ оны іс жүзінде қолдану бір қатар қиындықтар тудырады. Мысалы, 1986 жылы Украинадағы Чернобыльде және жапондық Фукусимада 2011 жылы атомды электростанциясында апаттар болды. Бұл қауіпті аса жоғары деңгей көрсететін апаттар болды. Апат салдарынан көптеген адамдар құрбан болды. 10 мыңдаған адамдардың денсаулығына зиян келді. Радиобелсенді қалдықтар жер бетіндегі барлық тіршілікке айтарлықтай қауіп төндірді. Әдетте оларды тебіз түбіне көмеді. Бірақ қалдықтарды терең жер астына көметін жағдайларда жоқ емес. Келесі бізде ол су энергия. Су энергия энергетиканың су қорларының қуатын пайдаланумен айналысатын саласы. Су энергиясы ол алғашқы энергия. Диірмендерден, станоктардан, балғалардың, ауа үлгіріштердің және тағы да басқа жұмыс машиналарының жетектерінде пайдаланды. Гидравликалық турбина, электр машинасы жасалып, электр энергиясын едәуір қашықта жеткізу тәсілі табылғаннан кейін, сондай-ақ су энергиясы су электростанцияларында электр энергиясына түрлендіру жолының жетілдіруіне байланысты су энергетикасы электр энергетикасының бір бағыты ретінде дамыды. Су энергиясы жылу электростанцияларында қарағанда жылдам реттелетін икемді энергетикалық қондырғы. Келесі ең кең тараған энергия көздері ол бізде көмір, мұнай және газ. Миллиондағы жылдар бұрын жер бетінде мекендеген ертедегі өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарынан түзілген энергия көздері болып табылады. Бірақ қазба отын көздерін қолдану айтарлықтай қиындық тудырады. Мұнай және газды заманауи қарқынмен қолдану оның қорының 50 жылда таусылуына әкелуі мүмкін.
Көмірдің қоры бізде 250 жылға жетеді. Отын бұл түрлерін жағу кезінде газдар түзіліп, салдарынан жылыжай эффектісі туындайды. Ол өз кезеңде қышқыл жаңбырдың жауына әкеп соғады. Мұны бәрі біздің қоршаған ортаға зиян келтіреді. Осымен балалар, сабақ аяқталды.